Маңдай сүйегі ос фронтале жалпақ ауалы сүйек болып табылады. Маңдай сүйегінің қабыршақты бөлігін, екі көз шаралық бөлігін және мұрындық бөлігін ажыратамыз. Қабыршақты бөлігі парс сквамоса, көз шаралық бөлігі партес орбиталис және мұрындық бөлігі парс насалистен тұрады. Қабыршақты бөлігінің екі беті болады: сыртқы беті және ішкі бетін ажыратамыз. Сыртқы бетінен біз маңдай төмпегін тубер фронтале, пешене глабелла, көз шарасты жиегі марго супраорбитале және көз шарасты тесігі форамен супраорбитале және бет өсіндісін ажыратамыз: процессус зигоматикум. Ал ішкі бетінен біз жоғарғы сагиталды қойнауды сулкус сагиталис супериор, маңдай қырқасын криста фронтале және соқыр тесікті ажыратамыз: форамен цекум. Көз шаралық бөлігі көз шарасының жоғарғы қабырғасын түзуге қатысады. Бұның көз шарасына қараған бетін және милық бетін ажыратамыз. Және милық бетінде біз үлкен ми сыңарларының батыңқы іздері саусақ батыңқысын көре аламыз. Көз шаралық бетінің латералды жағында көз жас безінің ойығы болады. Ал мұрындық бөлігінде маңдай